Сәлем достар, сіздермен бүгін азғана көкөністен дайындалатын өте дәмді әрі пайдалы оладьи жасау жолдарын көрсетемін. Бұл оладьиді таңғы, түскі және кешкі астарға жасап көрсеңіздер болады. Олай болса бастайық. Оладьиді жасау үшін бізге бар жоғы жасыл қабақ, яғни кабачки, сәбіз және картоп қажет болады. Ең алдымен көкөністерді үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткен ұсақталған көкөністерді суынан ажыратып аламыз, бізге су қажет болмайды.